Қалай реглан жең тігуге болады? Мына біздің основа лекаламыз. Соны пленка бетіне мынандай қылып көшіріп аласыздар. Және оны қиып аламыз. Менің бұл реглан жеңімде етек жағы 6 қиық боп түсірілетін боп заказым сондай болып тұр. Мен бұны жаңағы клиентімнің несіне арнап тігіп жатырмын. Мынау сол қиық нелерінің выточкаларының қиықтарының 6 қиықтарының орны. Бұлай ойылатын выточкалар принцесса выточкасы деп аталынады негізінде. Мен соны түсіріп алып жатырмын. Бұдан ары қарай мен уже регланның түсілу несін формасын шығарып аламын. Мынау артқы бойы. Оны да осылай етіп пленка бетіне түсіріп алсаңыздар, көшіріп, кейін мата бетіне қойып тіге салғанға оңай болады. Барлық детальдарыңызды осылай қырқып түсіріп алсаңыздар, маталарыңызды екі бүктеп, бүкіл ұзындығына жайып, соның бетіне орналастырып шықсаңыздар, яғни өздеріңізге де матаның расходын есептегенге де өте жаңағы дұрыс болады. Сәлем достар, құрбылар, қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге Тігін өнері каналының авторы Балжан Асқар қызы. Видеоны достарыңызбен бөлісіп, аяғына дейін көріп тамашалаңыздар. Видеоның соңында өз пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауша лайк басып қойыңыздар. Ал енді әрі қарай мен сіздерге бүкіл детальдарын қырқып көрсетіп шығамын. Әрбір қырқып алған детальдарыңызды рет-ретімен машинка тігісінде жаңағыдай жүргізіп тігіп аламыз. Әрине бұл жерде мен айтып кеткендей выточка принцесса деп жатырмыз ғой. Ол жаңағы қолтықтан жаңағы төмен қарай ойылатын выточка принцесса деп аталады. Мысалға, сол выточкаларды машинка тігісіне тікпес бұрын жаңағыдай қолмен көктеп алғандарыңыз дұрыс әрине. Мен матаны қиып жатқан кезде бүкіл детальдардың бел тұсындағы нүктелеріне қайшымен қырқып кішкене орын қалдырып кетемін, белгілеп. Маталарыңызды біріктіріп тігіп бастаған кезде сол қайшымен белгіленген нүктелерді булавкамен бір-біріне жаңағы біріктіріп алып, ары қарай детальдарыңызды құрастырсаңыздар болады. Яғни выточкаларды міндетті түрде қолмен көктеп аламыз. Ол сіздердің бірден машинка тігісінде тігіп алғандарыңызға әрі оңай, әрі қолайлы болады. Өйткені жұқа маталарды қайта-қайта сөгіп, жаңағы қайта-қайта тіге берген ол дұрыс емес. Жалпы бұндай шолып маталарыңызды машинкаға тігер алдында машинкаларыңыздың инесінің номерін 70-ге немесе 80-ге қойып алсаңыздар болады. Яғни жаңа ине қойылғандарыңыз дұрыс. Өйткені жұқа маталарды жаңа инемен тікпесеңіздер, иногда затяжка қылып тігуі мүмкін. Ол затяжка болғаннан кейін уже бұйымдарыңызды бүлдіре бастайды. Мына менің қолмен көктеп алған жерлерім, енді сол қолмен көктеп алған жерлерді машинка тігісіне тігіп, ары қарай тік боп түсетін жағын қолмен көктемей-ақ машинка тігісінде бірден тіге салсаңыздар болады әрине. Әрбір тігіп шыққан тігістеріңізді аберлоктап, үтікпен үтіктеп отырсаңыздар тіптен дұрыс болады.
менің бұл заказымда мойын ойынысынан қолтыққа қарай алдыңғы өңірінде, яғни кішкене баланша түсетін болады. Ол балан әрине екі қабаттан тұрады. Сол баланның шеткі несін мынандай московский шовпен өңдеп шықсаңыздар болады. Немесе осыған керекті жаңағы зигзаг немесе оберловочный машиналарыңыз болса, әрине тіптен жақсы. Жалпы московский шовты көйлектеріңіздің етектеріне де тігіп шығуға болады. Көбінде бұлдай шовтар шифондардың, шолктардың, жалпы жұқа маталардың етектеріне, жеңдеріне тігіліп жататын бұрыннан келе жатқан жаңағы тігіс үлгілері. Мынау менде жеңдерінде біріктіріп, оберлок салып, үтіктеп, бірден жаңағыдай дұрыстап алсаңыздар болады. Мен енді баландарды өз орындарына орналастырып шығамын. Әрине керекті жерлеріне булавкаларыңызды қыстырып алып, тіккендеріңіз дұрыс. Көктеп алу керек болса, көктеп алыңыздар. Егер бірден машинкаға тіге алмаймын дейтін болсаңыздар. Мынау менде мойын ойынысының алдындағы түйме ілінетін жері. Бізде мойын толық шықты. Енді сол мойынды айландыра жаңағы несін өлшеп аламыз размеріне. Өйткені бізге бұл мойынға стойка воротник түсу керек. Мына бізде стойка воротник. Стойка воротниктің қиылу әдісі мен алдыңғы салған стойка воротник жөнінде арнайы видеоларым бар. Сүйерден көріп жаңағы үйренсеңіздер болады. Мен қазір оған тереңірек тоқталмай-ақ қоямын. Стойка воротниктеріңіздің екі бетінде де жаңағы жұмсақ дублириндеріңіз болған міндетті. Өйткені стойка воротник өз формасын ұстау керек. Және оны да машинка тігісінде былай тігіп аласыздар. Және жаңағы екі бетті бір-бірінен ажыратып, тігілген тігісті бір бетіне қарай аударып, соның бір үстінен бастырып өтесіздер. Одан ары қарай центровкаларын шығарып, соны көйлектеріңіздің центріне орналастырып, булавкаларыңызбен қыстырып, ары қарай машинка тігісінде тігіп аласыздар. Бұдан ары қарай жағадан кейін уже біз енді жеңге келеміз. Жеңнің жаңағы аяқ жағын, яғни етек жағын мен қазір мынадай бір дизайнда көрсетіп шығатын боламын. Міне қазір жағасы тігіліп болды. Енді біз жеңге көшеміз. Міне жеңді мынандай етіп, мына ойылған тереңдік 4-4,5 сантиметр. Міне как сердечко сияқты ұқсап ойылып тұр. Енді соларды өзіміздің жеңіміздің кеңдігіне қарай булавкамен мынандай етіп жинап аламыз. Складка жасап, өздеріңіздің керекті кеңдіктеріңізге қарай складкаларыңызды жиып шығасыздар. Одан ары қарай осы булавкамен түйреп шыққан жерлеріңізді
машинкада басып шығып булавкаларыңызды алып тастай салыңыздар. Өйткені булавка тұрған жердің үстінен тіккен дұрыс болмайды. Өйткені сіздердің шолып маталарға қойған инелеріңіз өте жіңішке болғандықтан булавканың үстіне тура түсіп қалатын болса, инелеріңіздің ұшын құртуы мүмкін. Сосын ары қарай сіздердің тігіп атқан бұйымдарыңызды қайтадан затяжка істеп тігуі мүмкін. Мынандай етіп жалпақтығын 2,5-3 сантиметр етіп ленталарыңызды дайындап, енді осының үстіне мынандай етіп қойып жеңнің формасын шығарып аламыз. Жеңдеріңізді өңдеп алғаннан кейін әрине екі жаңғы сызықтарын біріктіріп тігіп шығамыз. Ал етегіне келетін болсақ, етегін де московский шовпен өңдеп шығыңыздар. Болғаннан кейін әрине үтікпен үтіктеп аласыздар. Құрметті достар, құрбылар, қыз-келіншектер, видеоны аяғына дейін көріп тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша сау сәлемет болыңыздар.